армысыздар. Біз бүгін сіздерге Инвей компаниясының брендовый блендерімен құмшекерден сахарный пудра жасап көрсетеміз. Неге именно сахарный пудра? Себебі біз осы блендерді елге бүйтіп таныстырып жүрген кезде бізге мынандай сұрақтар көп қойылды. Сіздердің блендерлеріңіз сахарный пудра жасай ала ма деген. Себеп базардағы блендерлер сахарный пудра жасай алмайды деді. Енді базардағы блендерлер сахарный пудра жасай ала ма алмай ма оны мен енді білмеймін, тексеріп көрген жоқпын. Бірақ біздің блендер сахарный пудраны жасай алады екен. Соны қалың көпшілікке таныстырайық деген оймен біз бүгін осы видеоны түсіріп жатырмыз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, ұнаса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, және де поделиться батырмасын басып елге бөлісуіне көмек беріңіздер. Солай жасау арқылы сіздер мына жақсы товардың елге таныстыруына және де мына қазақ тілі контенттің дамуына көмек бересіздер, қолдау білдіресіздер. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Сол жерде мына біз блендердің технический характеристикасын және де бұдан мынау смузи қалай жасалынады, коктейль қалай жасалынады, жеңіл завтрак, жеңіл ужин, икра, даже блендер, соның бәрін қалай жасауға болады, соның бәрін айтатын боламыз. Әрине олар енді басқа видеоларда болады. Сондықтан батырманың қоңыраушаны басып келесі видеоларды күтіңіздер. Жақсы контент, жақсы видеолар болуына уәде береміз. Ал енді құмшекерден пудра жасайық. Соған келейік енді. Міне құмшекерімізді салдық. Мынаны қолдану өте ыңғайлы. Міне пышағы былай бұраймыз. Мынада кнопка еш нәрсе жоқ. Міне былай салдыңыз. Міне кнопка еш нәрсе жоқ, көріп тұрсыздар. И мына былай бас аяғы 1 минутта уақыт өткен жоқ. Сахарный пудра дайын. Ал енді блендердің технический характеристикасына келейік. Бұл енді осы тұрысында 2-де 1 килограмм 34 сантиметр биіктігі. Қолдануға өте жеңіл. Несімен жеңіл? Жаңа көрсеттім ғой, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Егер де смузи жасағыңыз келе ме, коктейль жасағыңыз келе ме, жоқ басқа нәрсе жасағыңыз келе ме, барыңыз мынаның ішіне саласыз, былай қоясыз и былай бұраған кезіңізде қосылды, былай бұрадыңыз, ажыратылды. Ешқандай кнопка, еш нәрсе жоқ. Пышақ қолымды кесіп кетеді деген әңгіме тағы жоқ. Мына пышақ ішінде. Тағы бір жеңілдігі, мынаны бала-шағада қолдана береді. Көрдіңіз ғой, ешқандай кнопка жоқ. Қауіпсіздік жағынан ешқандай әңгіме жоқ та. Екінші, одан кейін мынау орында дірілдеп қозғалмайды. Астында мына присоска бар, осылар ұстап тұр міне. Менің енді қызым жасы 13, сол кезде 8-9 жастан бастап осыны қолданып келе жатыр. Ешқандай қиындығы жоқ. Жас балаларды қолдана береді. Одан кейінгі тағы да бір жеңілдігі, тек жууға жеңілді, жуып тазалауға жеңіл. Міне, мынаны жуас. Қолдансаңыз мынаны жуатындай аса қажеттілік жоқ. Бұл енді жеңілдігі. Қолыңызда барыңыз, мынаған салдыңыз, жаптыңыз, бұрап алдыңыз, болды. Дайын. Екінші, дәмді. Несімен дәмді? Себебі сіз өзіңіздің қалаған нәрсеңізді жасайсыз да, қалаған нәрсеңізді қосасыз. Мысалы, дүкендегілер ол қазір ешқандай құпия емес, краситель, химикат, консерваттар. Енді оның бәрі денсаулығымызға зиян. Қазір енді ол елдің бәрі біледі ғой оны.
алдынаған өзіңіздің қалаған нәрсеңізді салдыңыз. Йогурт жасайсыз ба, коктейль жасайсыз ба, жоқ напитоктер жасайсыз ба, оның бәрі алдағы видеоларда болады. Соның бәрін жасай беруіңізге болады. Біз бүгін тек мына сахарный пудраны көрсету и жалпы таныстыру болып тұр. Үшінші, ыңғайлы, удобно дейді ғой, оны көрдіңіздер, иә? Тек қолдануының ыңғайлы екенін, жеңіл екенін оны көрдіңіздер. Одан кейін тағы да бір айтылатын нәрсе, мына жерде тез, мынаны қанша даже 1 минутта болған жоқ, бұл тез дайын болды. Оны да көрдіңіздер. Одан кейін мынандай бір тағы қақпағы бар. Міне оны мысалы мынаған ба, жоқ мынаған ба, енді білмеймін, қайсысын қалайсыз. Керегіңізді мысалы коктейль жасадыңыз, әйтпесе смузи жасадыңыз, мынаған салып алдыңыз. Бұлай жабылды, ашып, керек кезіңізде ішіп жүре бересіз. Мына осындай да ыңғайлығы бар. Одан кейін мына мотордың айналысы минутына 20-22 мың оборот жасайды да 1 минутта. Соның арқасында мынаның ішіне салынған, мына шашының ішіне салынған мейлі жаңағы алып жемісіңіз болсын, басқаңыз болсын, тез майдалайды да. Тез майдалағаннан кейін оның құрамындағы минерал витаминдар кетпейді екен. Мыжайып тұрып алсаң, олар да кетіп қалады екен да. Сондықтан бұның жаңағы жылдамдығы сол. Минутында 20-22 мың оборот жасайды да. Пайдалылығын айттық, енді жаңағы өзіңіздің натуральный нәрселерді салып, ешқандай жаңағы красителсіз, краскасыз, консервантсыз өзіңізге таза нәрсені пайдаланасыз. Бұл енді пайдалы жағы, тез майдалайтын, ол да пайдалы жағы. Одан кейін тағы да айтылатын нәрсе, мына өзі еңбек компаниясының мынандай миссиясы бар ғой. Біздің товарымыз дейді, адамға да табиғатқа зиян келтірмеу керек дейді да. Оны мінезді дәлелдеп отыр. Өйткені мына пластмас болсын, мына пластмас болсын, қайсысы болса да мынау тамақ өнеркәсібіне пайдалануға жарамды пластмастарда. Біріншіден, екіншіден бұлар мынау уларға да жақсы, мынау күннің көзінен де қорғалады, мынау одан кейін ыстыққа да шыдайды. Енді осындай ерекшеліктері бар. Біріншіден, тағамға қолдануға жарамды, химикаттар бөлінбейді. Екіншіден, мынау соққыға шыдамды. Үшіншіден, мынау ыстық су оған да шыдамды. Енді мына блендердің жаңа айтып өттім, минутына 20-22 мың оборот айланады, 700 ватт. Одан кейін мынаны бүйтіп қосқан кезде 3 минутқа дейін айлану керек та. Қостыңыз 3 минутқа дейін. 3 минуттен енді мүмкіншілік болса асырмаған дұрыс. Осы тұрысында бұл 5 жыл срок службы, гарантия 2 жылға. Егер де бұл блендер сіздерге ұнап, бұны қайдан аламыз, қайтып аламыз деп жатсаңыздар, қазір еңбек компаниясы бар жағдай жасап қойған. Қазақстанның түкпір-түкпірінің бәріне доставка бар. Қазір нөмірді жазып алыңыздар, WhatsApp нөмірді. Соға жазсаңыздар, сіздерге жеткізіп бере аламыз. WhatsApp нөмір 7-705-374-99-19. Описаниеде нөмір тұрады. Сол кезде тағы да хабарлассаңыздар болады. Қазақстанның барлық жеріне доставка бар. Мына не туралы айтаппын ғой, мына жерде бір нәрсе ұмытылып кетіпті. Мынау пышағы. Мына қауіпсіз дедім ғой, мына пышағы қолды кеспейді. Бұл жаңағы қатты обороттың арқасында мынаның сахарный пудраны да басқа нәрсені тез майдалайды, майдалайды. Оны келесі видеолардан тағы да көресіздер. Біз енді каналды жаңадан бастап жатырмыз. Келешекте түрлі видеолар болады. Жаңағы смузи болсын, коктейль болсын, жеңіл завтрак болсын, жеңіл ужин болсын, икра болсын, бәрінде көрсетеміз. Сондықтан
тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, поделиться батырмасын басып, елмен бөлісіңіздер, қоңыраушаны басып қойып, келесі біздің видеоларымызды күтіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бай, қуатты болайық. Құдайым сіздерге бере берсін, жан жақтан келе берсін. Рахмет.